орысша сөйлеп, орыс тілін мақтаныш көретін адамдар бұл нағыз сатқындар дер едім. Жақында мен бір Петропавл қаласында іс-сапармен болдым. Құрылыс басында заказчигіміз бар, технадзорымыз бар, мердігер компанияның представительдері бар. Бәріміз тұрмыз, 10 шақты ер кісі, қазақтар бәрі. Соның ішінде мердігеріміздің бір пұту сметчигі орыс қыз. Енді проблеманы айтып жатырмыз, мынаны былай шешу керек, мына жерін былай істейміз деп маған сөз берілді. Мен қазақша сөйлеп жатқан кезімде менің сөзімді тоқтатып, қазақ жігіт мердігер, тоқтаңыз. Біздің ортамызда Оксана бар, қазақ тілді білмейді. Сіз орысша сөйлеңіз деді. Мен енді бір бұрылып қарадым да, қазақша түсінбесе шығып кетсін деп өзімнің әңгімемді ары қарай жалғастыра бердім. Ішімнің ашығаны сол 10 қазақтың ішінде біреусі менің сөзімді сөйлеп дұрыс айттыңыз деген жоқ. Бізде қазақтардың арасында тілге деген құрмет жоқ мүлде. Осыдан байқауға болады, қайда құлдырап бара жатқанымызды, деңгейіміздің